Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, шахматты сүйер қауым. Біз бүгін Айсұлтан екеуміз мат 2 жүрісті шешетін боламыз. Лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді кеттік. Так, бұл жерде ақтар бастайды. Қалай мат қоямыз, Айсұлтан? Қандай идея бар? 2 жүрісте мат қоюымыз керек. Қандай варианттар ұсынасың? Бірінші пешкімен F3. F3-ке шах, корольде бір жүріс бар. И мат бар ма ары қарай интересно? Көрейік. Пешкімен G4 па, оны жеп қояды ғой. Шах берсек қашады, шах берсек қашады, сосын G4-ке жеп қояды. Не, өзіне мат 2 ход болмай қалады. Тағы да басқа варианттарын іздеп көрейік. нан жеп ал. Мынаны жеп алам дейсің ба? Так, мынаны жесек, ол мынаны жесе не істейміз? F4-ке мат дейді, дұрыс. Так, мынаны жейміз, мынаны жесе, кез келген ход жасаса, ладьямен мат, мынаны жегеннен кейін маттан қалай қорғанады олар? Пешкін алдыға, ладьяны алып барса не істейміз бұлай? Пешкімен. Онда пешкімен мат. Онда мынаны жеген кезде пешкімен жүрсе, онда бәрібір пешкімен мат, В общем, мынаны жегеннен кейін бізде 2 түрлі вариант болады. Мына жерден мат, ладьямен немесе пешкімен мат. Одан құтқару мүмкін емес, Тізереміз, олар жүрді и ладьямен мат. Молодец, молодец. Так, 1890 болды, бізде рейтинг, соны 2000-ға жеткізуіміз керек. Кеттік, ары қарай идея іздейміз, мат қоюымыз керек. Қандай идея бар? Қалай мат қоямыз? Ақтармен 2 жүрісте мат қою керек. Ферзбен. Ферзбен қайқа жүреміз? Ферзбен. Көрсете бір қолмен. Қандай ол, қандай әр? Ферзбен D6. D6, ферзбен D6. Жарайды, ферзбен D6-ға ол неға жүреді, не істейсің? Сосын ферзбен E7. Дұрыс, ферзбен E7-ге мат. Молодец, өз тапты, тамаша. Без всяких көмексіз. Кеттік, келесі тапсырма. Қалай 2 жүрісте мат қоямыз? Слонмен F7. Сосын король H6-ға. Ферзбен G6. Ферзбен G6-ға мат дейді. Тамаша, тамаша. Келесі идея. Күшті задача пайда болды бізде. Ферзбен H8. Дұрыс, ферзбен H8-ге и ладьямен мат. Неқта ат ұстап тұр. Тамаша комбинация, тақшы, жақсы. Так, келесі, давай 2000-ға дейін жеткізіп тайық. 1907. 2 жүрісте мат қою техникасы. Ферзбен H7. Ферзбен H7, король мында қашы. Сосын Шах берсең, ары былай қашып кетеді. 3 ход, 2 ход да болмай қалады бізде. Бізге 2 ход та керек. ладьямен E8. Ферзбен. Дұрыс, мына жақтан өйткені аяқта слонның бары бізге керісінше жасау керек болды. Тамаша, дұрыс, келесі тапсырма. Қалай мат қоямыз 2 жүрісте? Атпен E4. Так, атпен E4 дейді. Так, атпен E4-ке король H8 қашады. Сосын қалай мат қоямыз? Или атпен жаба алады. Бізге 2 ход қана керек қой. Бұл жерде ферзге көмекші керек. Көмекшіңді пайдалан. Тем более алдын жабатын болса, шахматта бірден 2 ходтан никогда мат болмайды. Тем более Ладья. Жоқ. Ладьямен болмайды. Сен неужели ферздің кіретін жерін көрмейсің? Двойной шах, ферздің точкалары бар, уже кірет. Мат. Ұмыт қалдық бар. Так, конь F5 дейсің, жарайды. Король мында қашан істейсің H7-ге? Аяқтан ба? Ферзь 7-ге мат. Ал жарайды, сұрақ. На екеуіне қашса, ферзь 7-ге мат. Оны көрдің сен, жарайды. Двойной шахтан тек король F6-ға қашса не істейсің?
Оны есептедің ба сен? Сен осының бәрін мимен есептеу керек. Бұл жерде шахматта есеп шығару маңызды емес бізге. Мына жерге ферзь бен d5. G5-те. Иә, дұрыс. Көрдің ба, шахматта есептеп үйрену керек. Бұл жерде ойын маңызды емес. Кім қаншалықты алдыға есептейді көп, сол жақсы ойнайды дейді шахматта. Так, келесі тапсырмада. Екі жүрісте мат қою керек. Ладьямен h6. Король G5-ке сосын. Ладьямен f. Ладьямен шах береміз, ол G-ді, екінші ладьяны алып келеміз. Дұрыс, тамаша. Так, келесі. Айсұлтан енді қазір жасы 7-де екінші разрядқа дайындалып жатыр. Ферзь бен h8. Король f7, король f7. Ладьямен h7. Мат па енді точно? Точно мат па, король мына жерде тұр. Сен ары қарай есептесе қарасайсың. Слонмен G. Слонмен G. Ол қашатын жері жоқ, ладьямен жабады. Сосын? Аяқтан. Қай жерге мат? Ол шахмат тілінде сөйлей береді. Ферзь бен h8. Дұрыс. Ферзь бен h8-ге мат. Көрдің бе, бірінші сен перекрытие поля дейді. Бірінші сен қашатын корольдің нүктесін жауып алдың. Сосын барып мат қойдың. Ол тамаша. Ондай шахматта көп кездеседі. Кетті, келесі тапсырма. Екі жүрісте мат қою керек. Ферзь бен h6, король f7. Король f7 и қандай мат бар ары қарай бір ходта. Ферзь h6, король f7. Мат жоқ па бәрін, не ат тұр ба, болмайды слонмен. Так, ойлан. Неге сен ферзь бен на вариантты қарайсың? Сенде басқа да күшті оқыттарды бар. Қара бәрін есептемеймен. Басты қозғалту керек, жалқау болмау керек. Неге надан басқа шақ жоқ па сонда ферзь бен? Қандай шақ бар? Ферзь f6 бар, давай көрейік. Ферзь f6 мынаны G-де. Ары қарай мат бар ма бір ходта? Или жоқ па? Жоқ болса, басқа вариантын көреміз, слонмен көреміз онда. В общем, қарау керек бәрін. Ферзь f7, король h7, мат бар ма жоқ па? Сұрақты ұстап қарау. Мимен есептеме, ход жасамай, мимен есептеу керек. Қате жіберуге болмайды. Қандай? Ферзь бен f7. И король h6-ға қашса. Ну дұрыс, молодец. Көрдің ба? Сен осыны есептеу керек сен. Сен тоқтап қалма бір орында. Кетті, келесі. Неғұрлым көп есеп шығарып, күнде неғұрлым дайындалатын болсақ, өте керемет ойнайтын боласың. Так, мына жерде енді түсінікті матты қалай қоюға болады. Іздеп бір. Қалай мат қоямыз? Екі жүрісте мат қою керек. Кім сенде шабуылда? Ладьямен G3-ке. Пешкімен алса мат сразу, ал қашса h2-ге. Аяқтан. Бұл қандай шахмат тілінде қалай? Мына аяқтан деген болмайды, шахмат тілінде сөйле. G2. Ферзь G2 деп айтты. Бұлай алса бұлай мат. Егер бұлай қашса ферзь G2-ге мат деп айтты. Дұрыс, бүкіл келетін варианттардың нұсқаларын бәрін айтуымыз керек. Келесі тапсырмада, вообще күшті тапсырма. Ойланып көр. Қалай? Линейн. Ферзь бен h6, ладьямен h4, h3. A3-ке дейсің ғой, Или A1-ге. A1-ге болмайды, ферзь бар, кстати. A3-ке, осы ладьямен абайлау керек. Кейбір көп балалар осында жарысқа барған кезде осылай матты қойып тұрған жерінен шатастырып жібереді. Сосын өзі мат алады. Ақылды болу керек, қате жібермеу керек. Енді түсінікті деп ойлаймын, шығара аласыз деп ойлаймын. Мен айтпаймын, вообще ойламаймын, қарамаймын, өзім тап. Ладьямен E8. Сосын король h7. И ферзь бен h8. Ферзь бен мат па точно, қара дұстап.
Келісесің ба, жасай берейін ба? Мат қой. Жоқ. Ладьямен. Ладьямен мат болады. Өзі ферзбен кіресіне қашып кетеді ғой спокойно. Қарауың керек, есептеп үйрен. Молодец, кетті келесі. Неғұрлым жақсы есептесең, соғұрлым тез ұтасың. Вообще күшті тапсырма қазір шығар енді батыр. Осыны тапсаң 5 баям. Мат ватин. Точно ма? Ладьямен. D7, король E6. E6-ға жүреді, сосын не істейсің? Қайғы. E6-ға мына спокойно қашады ғой. Қандай мат бар ма ары қарай? Бар. Қалай? Қалай? Мында қашады, шақ бергеннен кейін мында қашады. Сен пешкімен шақ берсең, атың кетеді. Жоқ, мат жоқ, вообще дұрыс емес. Тағы ойлап дұрыстап. Басқа да варианттарын ізде. Мимен ойланамыз, түйсікпен. Атпен шақ. Атпен шақ, король E6, сосын. Ол корольмен қашатын көріп тұрсың ғой. Давай. Конь C4, король E6. Көрмей тұрсың ба? Мен бір шақ қалды ғой, бір-ақ шақ. Конь C4. Сен дұрыс жаңа отвлекать етпесе, король E6. Бір шақ қалды, мат қалды, бір ходта мат тұр. Асықпа ойлан. Пешкады. Обязательно папа өз көрсету керек, саған. Дұрыс емес, көрсетпей жасап үйрен. Шақ дейді саған. Шах дейді, не істейсің? Жабасың ба или контратака жасайсың ба? Контратака жасау үшін не істеу керек? Жертва беру керек. А может сенде де мат тұрған шығар ана жақта? Ферзбен. D4. Жейсің, иә, слонды. Сосын? Слонмен F6. Дұрыс, екі слонмен мат қойдың, керемет. Так, келесі тапсырмада не істейміз? Сәл қалды, 1970 болды. 2000-ға жақындаймыз скоро. Вот 2000 болсаң, уже настоящий бірінші разряд, екінші разрядтың арасында есеп шығарып атыр қазір. Екі ходта мат қою екен. Ферзбен D3. Так, король C1. Сосын? Слонмен A3. A3. Үйрену керек, әріптерді жақсылап тренировка жасау керек тағы да. Жақсы, келесі. Әдемі болып жатыр. Взятие на проходе тақырыбында мат. Мат? Мат. С помощью взятия на проходе. Тыйып жеу тәсілі арқылы мат қою. Бұяқта пешкі. Жоқ, қазір емес қой, сен ход жасағаннан кейін олар амал жоқ. Слонмен A4. Олар енді қалай құтқарады король? Пешкімен жабады, дұрыс па? Сосын взятие на проходе. Сосын взятие на проходе. Сонда жеп, қиып жеп мат қойдық. Молодец. Келесі тапсырма қалай мат қоямыз? Күшті ойын болып жатыр. Оп-оңай тапсырма. Үйренеміз. Мат керек екі жүрісте. Ойлан, асықпа. Негізі ойлану керек шахматта. И мимен есепте, былай шақ берсем, былай қашады, былай деген варианттардың бәрін есепте. Ферзбен Аш жерде. H. Король қайқа қашады. Король G5. G5. И мат бар ма ары қарай? Жоқ. Егер мат жоқ болса, онда қайтадан орал. Былай жүргеннен кейін мат вообще жоқ деп ойлайсың ғой,
Қандай бар? Қалай бар? Пешкімен. Во, яқтала не қарамайсың ба? Асықпа, есептеу керек. Кет, келесі тапсырма. Атпен H4. Бұда H4 король қашады. Кеде матсыз. Неге ол алдыға қашу керек, ол артқа қашады? Давай, ойла. Шахматта неғұрлым жақындасаң, соғұрлым тез ұтасың. Жақындап қыса беру керек. Кім ол күшті? Кім күшті жақындайды шахматтағы? Әсіресе ферзь, иә? Бір ферзбен матты қоя беруге болады шахматта. Көп қойылады бір ферзбен. Егер ол қаттырақ жақындаса. Сондықтан корольдің жырайтын жерлерін бәрін жапсаң, ферзбен мат болады всегда. Ойлан енді. Қалай мат қоямыз? Шаршадың ба? Аяғын түсіріп отырамыз, анаға білдірмейміз. Екі жүрістен мат. Бір ферзбен ғой, бір ферзбен. Ферзбен Ж7. Король F5 7 атты. Потом ферзбен Ж4. Дұрыс. Мына жаққа қашса да дәл солай. Мына жаққа қашса да ферзбен G4. Көріп, пешкімен емес, дұрыс істедің ферзбен. Молодец. Келесі тағы. Вот міне осылай шығара беру керек. Үйренеміз керек. Мат. Ладьямен H7. Король F7 сосын. Сосын ферзбен D7. Молодец, дұрыс. Король ладья H8, ферзь D7 мен мат. Егер мат болмаса, басқа варианттарын қарай, басқа нұсқаларын қараймыз. Ферзбен. Корольді всегда қаштырмайтын жолдарды ізде. Егер король қашып кететін болса, үлкен көп жүретін жаққа қарай ешқашан мат қоя алмайсың. Бірінші король қайда баратыр, сол тесіктерді жабу керек. Шақ берген кезде де. Ферзбен D2. Так, ферзбен D2, король F5. Бірақ қана жүрісі бар, дұрыс па? Сосын ферзбен F4. Мат па точно? Онда неге ферзбен F4 ойнайсыз? Аяқтан Сен жасамай істеуің керек қой. Неге сен көріп тұрып оның бәрі істей алады, мат в один ход болып қалады ғой. Саған вообще ход жасауға болмайды. Ойлануың керек, сосын барып шешім қабылдау керек. Так. Ферзь D2, король F5. Дұрыс па? Сен тек қана бір шақты ғана қоясың да, ары қарай жалқау боласың, ерінбейді. Көп ойын оқушылар солай. Басқалардан артық, сен шахмат ойнаған кезде басқалардан күшті болу үшін, сен артық ойнау үшін, артықшылығың болу үшін, сен басқаша ойлануың керек. Сосын ферзбен D5. О, дұрыс, енді дұрыс болды. Міне көрдің ба, сен басқаша ойлауың керек, қорықпауың керек. Так, міне соңғы задача қыл. Сосын демаламыз. Міне соңғы супер задача. Всегда шақтарды қара. Мысалға, қара. Қалай шақ беру? Сен былай шақты қара, былай шақты қара, былай шақты қара, былай шақты қара. Соның ішінен ең жақсысын ізде. Ферзбен F5. Мысалға сен әлі нақты шешім қабылдама. Сен ферзь F5 жүрем, ары қарай точно мат болады деген жоқ ондай нақты. Сен просто ойла, бір вариант ойлайық. Сен ход жасама, жарыста отырсын. Ферзь F5, ол не істейді? Корольмен қашады. Қайқа қашады? Шахмат тілінде сөйлеп үйрену керек. D6. Дұрыс. Ферзь F5, король D6. Сосын ары қарай мат бар ма сен, жоқ па? Миыңды қиялдап, тереңірек қиялдасаң күштірек болады. Тереңірек. Жоқ қой точно, иә? Онда басқа варианттан қарайық, жоқ болса. Сен қарадың ба, сен әші жоқ дей салып басайсың. Сен жүргеннен кейін миыңда тұр ғой жаңа корольмен ферзбен, сенің ферзің ауысып кетті басқа жаққа. Сен ферзбен былай жүрдің, корольмен былай қашты. Сен басқа да қарап көр шақтарды жақынырақ, көмекшілеріңді пайдаланып қара.
қиын, сен қазір түсініп отырмын, екінші бірінші разрядтың задачасын шығарып жатсың, бірақ оңай емес. Сосын керек емес шақтардың бәрін алып тастай бер. Мысалға қара, сен пешкемен шақ берсең, король қай жаққа қашады? D6-ға қашады, дұрыс па? Ары қарай мат бар ма? Міне, қара, пешкемен шақ берсек, король D6-ға қашады. Ары қарай бір-ақ ходтан қалды. Бір-ақ жүрсін қалды. Мат бар ма ары қарай? Жоқ, ол пешкемен пайда жоқ. Слон шақ бере алмайды, өйткенде де жеп қояды бізді. Мына жақта связка тұр. Енді ферзьде екі шақ қана қалды бізде. Осыны екеуін біреуін таңдауымыз керек. Алыстан берген жақсы ма, жақыннан ба? Алыстан? Онда пешкемен жабады, тағы бір ход жоғалтасың. Жақыннан. Жақыннан король қайқа қашады, D6-ға деп айттық, дұрыс па? Сен ары қарай көрме, жалқаусың, жалқауланып жатсың сен. Ол дұрыс емес. Жалқауланба, күш жинап аламыз, демалып аламыз. D5? Мат па, мат емес? Мат? Енді сен біліп тұрсың ба жауабын? Сен просто осылай стрелкамен көрсеткеннен кейін ғана сен келісіп жатсың. Ал сен вообще стрелкасыз. Сен жарыста ойнаған кезде, қарашы, енді жарысқа барған кезде, сенің көз алдыңда осылай деп стрелкалар шыға ма, шықпайды, дұрыс па? Сен чисто баспен есептейсің, миымен. Міне осылай есептесең, вообще күшті боласың. Ал достар, баршаларыңызға рахмет. Осындай серия видеолар ұнаса, комментке жазыңыздар. Егер осылай Айсұлтанның шығарған есептері ұнап жатса, сіздерге осылай запись жазып отырамыз әртүрлі тақырыптарға. Келесі кездескенше аман сау болайық.